Жалпы сәлем достар, бүгін сіздерге тауық етін маринадтап картоппен бірге духовкаға пісіру қарапайым рецептін сіздермен бөлісемін. Бізге бірінші кезекте маринадтау керек. Бір ыдысқа соевый соус, горчица, паприка үлкен қасықпен қосыңыз, тұз, бұрыш, қара бұрыш қосамыз, және де бал. Балды сумен араластырып алғанымыз жөн. Барлығын жақсылап араластырыңыз, содан кейін тауық етін үстіне қойсаңыз болады. Жақсылап араластырып, шамамен 1-2 сағат аралағанда маринадта тұрғаны жақсы. Картопты аршып, ірі-ірі етіп тұраңыз. Картопты видеодағыдай турасаңыз болады, немесе басқа тәсілін де өзіңіз көрсеңіз болады. Қаласаңыз, пиязды да қосуға болады. Картопқа тұз, бұрыш, аздап май және паприка қоссаңыз болады. Мен соевый соус та қостым. Картоп 15 минут тұрғаны маңызды. Бір табаға қағаздың үстіне май құйып, картопты саламыз. Үстіне маринадталған тауық етін қойыңыз. Мен дәм болуы үшін помидорды да қостым. Фольгамен жабыңыз. 1-1,5 сағатқа пісіргеніңіз маңызды. Соңғы 10-15 минутта фольганы алып қызартып алыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.